Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біз бүгінгі видеомызда теңдеулер жүйесін шығаратын боламыз. Үш айнымалысы бар кубтық теңдеулер жүйесі. Жүйе көз алдыңызда тұр. Көріп отырғанымыздай, егер x тен y тен z тен 3 деген мәндерді қоятын болсақ, бұл түбірлер теңдеудің жүйелерін шешім болатынын көреміз. Бұны байқау қиын емес. Енді біздің мақсатымыз осы түбірлерден басқа, шешімі жоқ екенін дәлелдеу керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін теңдеуімізді келесідей түрде жазып алайық. Егер y кубты өз орнында қалдыратын болсақ, онда қалғанын оң жағын өткізейік. Онда 9 көбейту x квадрат азайту 3x қосылған 3. Сол сияқты z кубтен 9 көбейту y квадрат азайтылған 3y қосылған 3. Және x кубтен 9 көбейтілген z квадрат азайтылған 3z қосылған 3 деген теңдеу алатын боламыз. Осындай теңдеулер жүйесін. Осы жерде жақшаның ішіндегі мынау мәндерді квадраттық функция түрінде қарастырайық. Яғни ft деген функцияны қарастыратын болсақ, яғни t квадрат азайтылған 3t қосылған 3. Онда бұл функцияны біз қарастырайық, қандай функция екен. Толық квадрат егер бөліп шығаратын болсақ, бұл бізде t азайтылған 2 көбейту 2-ден 3t қосылған 2-ден 3-тің квадраты 4-тен 9 қосылған 3 азайту 4-тен 9 түрінде жазып алсақ, онда бұл бізде t азайту 2-ден 3-тің квадраты қосылған 3-тен 4-тен 9 азайтсақ 4-тен 3. Міне, толық квадратты бөліп алдық. Біз білетіндей толық квадрат бізде квадрат нөлден үлкен немесе тең болады. Яғни бізде ft функциясы 4-тен 3-тен үлкен болады. Онда y куб бізде неге тең болады? Ол 9 көбейту t-ның орнында бізде x тұр, 9fx. Мынау бізде 9f y. X куб бізде 9fz-ке тең болады. Бұлардың мәндері 4-тен 3-тен үлкен, яғни 4-тен 3-ті 9-ға көбейтетін болсақ, сонда бұл 4-тен 27-тен үлкен немесе тең болатын алар. Енді біз x, y, z бір-біріне тең болмайтын жағдайлар қарастырайық, яғни үшеуі де тең болмайтын жағдайда. Ол үшін тағы да мынау нәрсені байқайық. Бізде мына жерде t тең 2-ден 3 деген бұл бізде минимум нүктесі, яғни параболаның минимум нүктесі. Демек, t 2-ден 3-тен үлкен болған жағдайда бізде ft қандай болады? Өспелі болады, яғни өспелі функция болады. Ал өспелі функцияның қасиеті қандай? Егер x0 y0-дан үлкен болса, онда fx0, яғни осы нүктедегі функцияның мәні y0 нүктесіндегі функцияның мәнінен үлкен болады. Яғни монотонды өспелі функцияларда. Қазір осы қасиетті пайдаланатын боламыз. Яғни берілген теңдеуде егер x, y, z тең болмайтын жағдайды қарастырайық. Мысал үшін x үлкен неместен y болатын жағдайды қарастырайық. x0 үлкен неместен y0. Егер x, y0 функцияның шешімдері болса, онда функция өспелі болғандықтан, ал бізде функция не үшін өспелі? Себебі бізде минимум нүктесі 2-ден 3 қой. Сонда y кубтың орнына мына жерге 2-ден 3-ті қойсақ, ол 8-ден 27 болады. 4-тен 27, 8-ден 27-тен үлкен. Сондықтан егер x, y0, x0, y0, z0 түбірлері болса, яғни шешімі болса, онда олардың әрқайсысы 2-ден 3-тен үлкен. Бұл түсінікті, 2-ден 3-тен үлкен, z0 да 2-ден 3-тен үлкен. Енді x0, y0-ден үлкен болатын жағдайды қарастырайық. Мынау жағдайды қарастырайық. Онда функция өспелі болғандықтан, онда fx0 бізде неден үлкен болады? Fy0-ден үлкен немесе тең болады. Ал fx0 fy0-дан үлкен немесе тең болса, бұдан не шығады? Міне,
fx дегеніміз мынау, ол y куб деген сөз. y0 fy дегеніміз ол z куб. Олай болса, fx0 мәні fy0-ден үлкен болса, бұдан y0 кубтың мәні z0 кубтың мәнінен үлкен болады. Яғни y0 үлкен еместен z0 болады. Және функция өспелі болғандықтан, онда fy0 fz0-ден үлкен. Ал fy0 дегеніміз не? Міне қараймыз, fy0 дегеніміз бұл z куб. Ал fz0 дегеніміз, міне мынау, ол x куб. Бұдан z0 x0-дан үлкен деген сөз. z0 кешіріңіз. Сонымен не шықты бізде? Так, мен басқа түспен белгілеп қойын, көрінетіндей қылып. Қараңыз, біз мынаны болжаған болатымыз. Егер x0 y0-ден үлкен болса, бұдан қандай қорытынды шықты? Бұдан y0 z0-дан үлкен деген қорытынды шығады. Ал бұдан z0 x0-ден үлкен деген қорытынды шығады. Нәтижесінде бізде x0 үлкен немесе тең y0 z0-дан үлкен, ал z0 x0-дан үлкен. Бұл әрине мүмкін емес, бұл жалғыз ғана мүмкін жағдай, егер x0 y0 z0 бір-біріне тең болса. Ал егер олар бір-біріне тең болса, онда жалғыз ғана жауап ол 3 деген жауап. Яғни олардың әрқайсысы 3-ке тең деген сөз. Так, есептің шешімі түсінікті болды деп ойлаймын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.